Сәлем достар, бүгін сіздерге жаңадан шыққан интернет желісінде кеңінен тарап жүрген кореялық «Кудрявая любовь» деген киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар және қазақша каналымызды қолдап тіркеліп кетіңіздер. Бір қыз 5 жасында бірінші рет біреуге сезімін білдіріпті, бірақ ол оның туысқан ағасы екен. Екінші рет сезімін 3-ші сыныпта өзінің сыныптасына білдіріпті. Ол бала болса келесі күні басқа мектепке ауысып кетіпті. Кейін ол қыздың шашы өсе келе бұйра болып кеткесін ол өзін осқынсызбын деп санап, енді ешкімге сезімін білдірмейтін болып шешіпті. Бірақ бір күні ол мектепте Ким Хён деген баланы көріп қалады. Көбіңіз киноны мен секілді осы актер үшін күткен боларсыздар, иә? Шынымен көптеген қыздар ғашық болатындай жігіт. Солай құрбылары оның серияға қол бұлғағанын көріп таңғалады. Сөйтсе ол екеуі кеше жағажайда кездесіп қалған екен. Сол кезде серияға ол жігіт ұнап қалыпты. Содан кейін ол оның көңілін өзіне қалай аудартарын білмей жүреді. Сөйтіп онымен кездесіп қалам деген ойда тағы да жағажайға келеді. Бірақ онда басқа жігіт келіп Серидің бейжігіне қарап тұрғанда байқамай суға құлап түседі. Оны Сери көріп құтқарып алып шығады. Сөйтсе ол Серидің сыныбына жаңадан келген оқушы екен. Ол, яғни Йонсок деген жігіт суға құлағаннан аяғын жаралап алыпты. Солай оған жүру қиын болғандықтан Сери оған қол шатырын ұстап көмектеседі. Тіпті Серидің достары да кейін оған көмектесіп жүреді. Солай Йонсок Сериді ұнатып қалады. Олардың мектептерінде тағы да бұйра шашты бір қыз бар екен. Бір күні ол мектепке шашын тіктеп келеді. Барлығы оны көріп таңғалады. Сери оған қызығып, қайда тіктегенін біліп алады да өзі де сол салонға барады. Бірақ оған бар ақшасын жинаса да ақшасы жетпейді. Бір күні сол салонның қасынан өтіп бара жатқанда сыныптасы Йонсокты көріп қалады. Ол сол салондағы мастердің ұлы екен. Соны біліп қалып, Сери өтірік салонға келіп Йонсоктың анасына екеуі дос екендерін, оны судан алып шыққанын айтады. Йонсоктың анасы оған, егер ары қарайда Йонсокқа көмектессең, мен сенің шашыңды тіктеп беремін дейді. Содан кейін ол Йонсокқа қамқор болып бастайды. Тіпті оның анасының салонын жарнамалап көмектесіп жүреді. Сол кезде жаңбыр жауып кетіп, ол Йонсокты әкесінің қоймасына алып келеді. Олар онда киімдерін ауыстырып, Сери оған комикстарды оқып отыру үшін қойманың кодына дейін беріп қояды. Бір күні Сери Ким Хёнға сезімін білдірмекші болып сыйлық жасап жатады. Оған достары көмектесіп, Йонсокқа да көмектестіріп қояды. Бірақ оған Хёнды кездесуге шақыру үшін 100 мықты оқитын балалардың ішіне қосылу керек екен. Содан оның көңіл күйі болмай жүреді. Олар емтихан тапсырып, Сери әкесінің қоймасына келгенде, онда Йонсок та отырады. Сери оған Хён туралы айтып, ол болса бір түрлі болып қалады. Солай Йонсоктың гипсі шешіліп, оның анасы Сериға уәде еткендей шашын тіктеп беретінін айтады. Емтиханнан Йонсок ұпай бойынша бірінші орын алып, Хён болса 100 оқушының қатарына кірмей қалған екен. Одан кейін Серидің көңіл күйі одан сайын түсіп кетіп, Йонсокқа ренжігендей болады. Бір күні анасына көршілері келіп, Йонсок пен анасының көшіп келген себебі, оның анасын әкесі қызғанып күн көрсетпегенін, Йонсокты да қорлағанын, содан күйзелістен ол соңғы емтиханға бармай келесі сыныпқа өте алмағанын айтады. Оны естіп, Сери Йонсокқа ренжігені үшін кешірім сұрайды. Келесі күні дене шынықтыру сабағында оқушылар 2-2-ден бөлініп, олар бір-бірін доптан қорғау керек болады. Сери мен Йонсок бір командада болып, Йонсок қолынан келгенше оны қорғамақшы болады. Бірақ Сери Хёнды қорғаймын деп допты өзіне әдейі тигіздіріп алады. Йонсок болса үндемей кетіп қалады. Серидің болса одан кейін көзі көгеріп кетіпті. Енді махаббат не істетпейді. Солай ол өзінің қателігін түсініп, Йонсоктан дыбыстық хабарлама арқылы кешірім сұрайды.
Сол кезде Хён да хабарлама жолдап оған доптан құтқарғаны үшін алғысын білдіріпті. Ол әрине оған қуанып тұрғанда, Йонсок та оған ренжімегенін айтып хабарлама жолдаған екен. Кейін Сери автобусға шашын тіктеп келеді. Барлығы оны көріп, ауыздары ашылып таң қалады. Тек Йонсокқа ғана оның шашы ұнамай қалады. Солай олар барлығы мектеп оқушылары болып, экскурсияға келіп, суретке түсіп, мәз-мейрам болып жүреді. Кешке қарай Сери Ким Хёнға сезімін білдірмекші болып дайындалып жатады. Солай онда Ким Хён келіп екеуі әңгімелесіп тұрады. Йонсок болса оны қызғанып кетіп қалады. Бірақ Сери ойланып Хёнға оны бұрын ұнатқанын, сол үшін шашын тіктеткенін, бірақ қазір ойы басқа адамда екенін айтады. Сосын біреуге ұнау үшін өзгеруім керек деп ойлайтынмын, бірақ ол жігітпен болғанда мүлдем ол туралы ойламаймын деп Йонсок туралы айтады. Йонсок болса оны Хёнға сезімін білдірді деп ойлап жүреді. Кешке ол қоймаға келіп, Серимен дұрыс сөйлеспей кітап оқып отырады. Сосын Сери оған Ким Хёнға сезімін білдірмегенін айтқанда, ол балаша қуанып кетеді. Сөйтіп емтихан болатын күн де келеді. Сери мектепке келгенде оған аюдың киімін киген біреу сыйлық сыйлап емтиханға сәттілік тілейді. Не қылған романтик десейші. Сери болса оның Йонсок екенін біліп қалып, мәз болып қуанып кетеді. Солай ол емтихан тапсырып үйіне келіп сыйлыққа қызықтап қарап отырады. Сөйтіп Йонсок екеуі достарынан бөлек кетіп үйлеріне қайтып бара жатқанда, достары оларды көріп қалып барлығын түсінгендей болады. Сери мен Йонсок болса қыдырып жағажайға келеді. Йонсок алғаш жағажайға келгенде мұхит мені алып кетсе екен деп ойлаған екен. Бірақ Сериді көріп ойы өзгеріпті. Ол сол күні Серидің бейджигін өзіне алыпты. Сол бейджикті Сериға қайтарып оған өз сезімін білдіреді. Серидің да жауабы он болып екеуі қол ұстасып үйлеріне келеді. Сосын екеуі бір-бірін қимай әзер қоштасады. Сери достарына жексенбі күніне дайындалып көмектесулерін сұрайды. Солай ол Йонсокқа сюрприз жасамақшы екен. Сол кезде Йонсокқа бір хабарлама келіп, ол біреуге қоңырау шалады да көңіл күйі түсіп кетеді. Оның анасы Сеулға барғанда ауруханаға түсіпті. Солай ол сонда кетіп қалып, Серидің сюрпризі болмай қалады. Йонсок ауруханаға келгенде әкесі оған анасының баспалдақтан құлап түскенін айтып, Йонсокқа қайтадан үйіне қайтып келсін дейді. Солай оның әкесі салонды сатуға қойыпты. Оны естіп Сери жинаған ақшасын алып Сеулға ауруханаға келеді. Онда Йонсок анасына, егер Америкаға тәтемізге бармасақ, әкем бізді жайымызға қалдырмайды деп айтып жатады. Яғни әкелерінен өте қатты қорқады екен. Бірақ Йонсок өзі кеткісі келмейтінін, Пусанға қайтып барғысы келетінін айтып жылай жөнеледі. Оны естіп Серидің оған баруға батылы бармай, ара қатынасымызды тоқтатқан дұрыс деп дыбысты хабарлама жолдайды. Сөйтіп Сери оқуын бітіріп аттестатын алады. Сосын қоймаға келіп Йонсоктың дәптерін тауып алады. Ол онда Серимен болған уақыттарын суретке түсіріп сақтап қойыпты. Сені кездестіргеніме қуаныштымын. Сен менің өмірімді өзгерттің деп, соңында мен сені жақсы көремін деп те жазып қойған екен. Сери оны көріп көз жасын тыя алмайды. Біраз уақыттан кейін ол достарымен кездесіп, олар оған бір жігітпен кездесуін ұйымдастырып қойғандарын айтады. Сери ойланып ақыры сол кездесуге келеді. Бірақ ойлана келе қайтадан ол жерден кетіп қалады. Ол жігіт оған өзі қоңырау шалып оны көріп тұрғанын айтады. Сөйтсе ол Йонсок екен. Сери оны көріп хабарлама үшін кешірім сұрап сағынышын білдіреді. Сонда Йонсок оның сағындым деп бірінші жазған хабарламасын да тыңдаған екен. Сол кезде ол Сериға қызы болуға ұсыныс жасап,
Серий оған келісіп, солай кино сәтті аяқталады. Барлығымыз кинода Чхаоңнин басты рөлде ойнайды деп ойлап қалған секілдіміз. Бірақ сонда да кино жақсы шыққан секілді. Өзіме жай ұнады. Сіздер де өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.